Асан атам бірде-бір немересін көре алмады. Өсе келе театрға барып, атамның әріптестерін, достарын көріп, және апамның айтуымен өнер жолына зер салып, атамды тани бастадым. Есейгенде атам мен апама арнап бір үлкен дүние жасасам деймін. Мына бейнебаянды атамның туған күніне арнап отырмын. Атамның қысқа өмірі небәрі 42 жас ғұмыр кешсе де, өмірі бізге үлкен өнеге. Менің Асан атам 1975 жылы Талдықорған облыстық драма театрын ашқан, негізін қалаушы. Өнер ордасында еңбек еткен жылдары 30-дан астам рөлдерді сомдаған. 1983 жылы Жігер фестивалінің лауреаты атанады. Кейін режиссураға бет бұрып, Мәскеу қаласында 2 жылдық режиссерлар даярлайтын жоғары курсты бітірген. Қосымша тағы Астан кинода профессор Иволохишвилидің шеберханасында 1 жыл оқыған. 1989 жылы бұрынғы Талдықорған телерадио компаниясының ашылуына атсалысып, бас режиссер қызметін атқарған. 1992 жылы білікті маман ретінде Көкшетау облыстық телевидениесін ашуға жіберіледі. Оны да аяғына тұрғызып 3 жылдай қызмет етеді. Атамның бұл өмірге берері мол еді. Ол қолжазбасында қазақ халқының өнерін одаққа, әлемге паш ету мақсатым деп жазған екен. Бірақ өзін өзі таныта алмай, өнерде бағы жанбай, өзінің де бағы жанбай, Асқар Таудай азамат болып қала берді.